Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен Қарағанды облысы білім басқармасының Балхаш қаласы білім бөлімінің Әлихан Бөкейханов атындағы нөмірі 15-ші мектеп лицейінің математика пәнінің мұғалімі Тілеуберген Анеля Қайратқызымын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. Сабағымыздың мақсаты жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептерді шығару. Бірнеше объектінің бірлесіп орындалатын жұмыстары қай жерде кездеседі екен? Күнделікті өмірде екі немесе бірнеше жұмысшы бірлесіп бір тапсырманы орындайтын жағдайларда, және де шебер мен оның үйретушісі бірлесіп бір тапсырманы орындаған кезде, құрылысшылардың екі бригадасы бірігіп бір үй салған кезде, сол сияқты екі немесе үш құбыр қатар аққан сумен хауызды толтырған кезде, және сол сияқты жағдайларда кездеседі екен. Және де бір-біріне қарсы қозғалатын екі дененің қозғалысы және өзендегі катердің ағыспен, теплоходтың ағыспен қозғалыстары бірлесіп орындалатын жұмыстарға жатады. Яғни мұндай жағдайларда хауыздың көлемі, жұмыс мөлшері, қашықтық және тағы сол сияқты шамалар бір деген бірлік ретінде алынады екен. Бірінші есепті қарастырайық. Цистернаны бензинмен бірінші насос 24 минутта, ал екінші насос 40 минутта толтырады екен. Екі насостан қатар аққан бензинмен цистерна қанша уақытта толады екен? Осы есепті шығарып көрейік. Бірінші насос 24 минутта. Екінші насос 40 минутта толтырады екен. Есептің шарты бойынша екеуі бірлесіп цистернаны қанша минутта толтырады екен? Соны табу керек. Бірлесіп қанша минутта? Шешу. Яғни біз цистернаның сыйымдылығын бір деп алатын болсақ, бірінші амалда 1-24-ке бөліп, біз бірінші насостың цистернаның 1 минутта 24-тен 1 бөлігінің толтыратын табады екенбіз. 1 минутта бірінші насос. Яғни бірінші насос 24-тен 1 бөлігін толтырады. Екінші амал тура солай екінші насостың табамыз. Яғни бұл екінші насостың 1 минутта цистернаның қандай бөлігін толтыратын табамыз. Екінші насос. Ал енді екеуін қосып, екі насос цистернаның 1 минуттың ішінде қандай бөлігін толтыратын табамыз. Ол үшін 24-тен 1-ге қосамыз 40-тан 1-ді. 24 және 40 сандарының ортақ бөлімі бізде 120. 120-ны 24-ке бөлсек 5, 120-ны 40-қа бөлсек 3. Яғни 120-дан 8 қысқарады. Нәтижесінде 15-тен 1 шығады. Бұл бірігіп екі насос 1 минутта толтыратын бөлігі. Жазып қояйық. 1 минутта бірігіп. Ал енді төртінші амал сыйымдылықты бастапқыда 1 деп алған 15-тен 1-ге бөлеміз. Сонда нәтижесінде 1-ден 15, ол 15. Яғни 15 минут. 15 минут дегеніміз, ол екі насос цистернаны 15 минутта толтырады екен. Жауабы 15 минут. Енді келесі есепті қарастырайық. Ағасы, інісі және қарындасы
Бірлесіп қардан ақ қаланы 12 минутта жасады. Қардан жасалған осы ақ қаланы егер ағасы ғана жасаса 24 минутта, егер інісі ғана жасаса 40 минутта жасайды. Егер осы ақ қаланы тек қана қарындасы жасаса, қанша уақытта жасайды? Осы есепті қарастырып көрейік. Есептің шарты бойынша ағасы, інісі, қарындасы бірлесіп 12 минутта ақ қаланы жасайды. Жазып қояйық. Бірлесіп 12 минут. Егер де жалғыз ағасы жасайтын болса, ағасы 24 минутта жасайды екен. Ал егер інісі жасайтын болса жалғыз өзі, ол ақ қаланы 40 минутта жасайды. Бізге табу керек, қарындасы ақ қаланы жалғыз жасаса қанша уақыт жұмсайды екен? Қарындасы қанша минутта жасайды екен? Ал енді осы есепті шығарайық. Ең алдымен біз ағасы, інісі, қарындасы үшеуі бірігіп 1 минутта ақ қаланың қандай бөлігін жасайтын тауып аламыз. Ол үшін біз 1-ді бөлеміз 12-ге. 12-ден 1 бөлігін жасайды екен. 1 минутта бірлесіп ақ қаланың 12-ден 1 бөлігін жасайды екен. Келесі екінші амалда біз ағасы жалғыз жасаған кезде ақ қаланың 1 минутта қандай бөлігін жасайтын табамыз. Ол үшін 1-ді бөлеміз 24-ге. 24-тен 1. 1 минутта ағасы дейміз. Яғни ағасы 1 минутта ақ қаланың 24-тен 1 бөлігін жасайды екен. Келесі үшінші амалда тура солай інісінікін табамыз. 40-тан 1. Бұл 1 минутта інісінің 1 минутта інісінің ақ қаланың 40-тан 1 бөлігін жасайтын тауып алдық. Енді соңғы амалда, яғни мен ағасы, інісі, қарындасы бірлесіп жасаған 12-ден 1-ден ағасы мен інісінің бірге жасағандағы қосындысын азайтып тастаймын. Азайту 24-тен 1 қосу 40-тан 1. Барлығының ортақ бөлімі бізде 120. 120-ны 12-ге бөлсек 10, 120-ны 24-ге бөлсек 5, және 120-ны 40-қа бөлсек 3. Сонда бізде 120-дан 10 азайту 120-дан 8 болады екен. 120-дан 10-нан 120-дан 8 азайтатын болсақ, 120-дан 2 шығады. Ол бізде қысқарады. Сонда 60-тан 1 шығады. 60-тан 1 дегеніміз қарындасының 1 минутта ақ қаланың қандай бөлігін жасайтынын таптық. Жазып қояйық. 1 минутта қарындасы. Ал енді қарындасы неше минутта аяқтайтынын табу үшін біз 1-ді бөлеміз 60-тан 1-ге. Сонда жауабы 1-ден 60, ол тең 60 минут. Қарындасы ақ қаланы 60 минутта, яғни 1 сағатта аяқтайды екен. Жауабы жазып қойыңыздар. 60 минут. Енді келесі есепті қарастырайық. Коттеджді құрылысшылардың 1-ші және 2-ші бригадасы 12 айда, 2-ші және 3-ші бригадасы 10 айда, ал 1-ші және 3-ші бригадасы 15 айда салып бітіреді екен. Құрылысшылардың 3 бригадасы бірлесе жұмыс істеп, коттеджді неше айда салып бітіреді.
яғни бұл жерде бізде бірінші және екінші бригаданікі белгілі, және екінші және үшінші бригаданың уақыты белгілі, және де бірінші және үшінші бригаданың уақыты берілген. Енді біздің сұрап отырғанымыз, яғни бірінші, екінші, үшінші бригада бірігетін болса, ол қанша уақытта үйді салып бітіреді екен. Ал енді осы есепті қарастырып көрейік. Бірінші және екінші бригада бізде 12 айда аяқтайды екен. Келесі екінші және үшінші бригада үйді салып 10 айда аяқтайды екен. 10 айда. Келесі бірінші және үшінші бригада біріксе 15 айда аяқтайды екен. Бірінші және үшінші бригада 15 айда аяқтайды екен. Енді бізге табу керек, бірінші, екінші, үшінші бригада бірлесіп қанша айда аяқтайды екен. Бірінші, екінші және үшінші бригада қанша уақытта аяқтайды екен. Шешуі. Ең алдымен біз бірінші және екінші бригада бір айда жұмыстың қандай бөлігін орындайтынын табамыз. Бірінші және екінші бригаданы қарастырып аламыз. 1-ді 12-ге бөлеміз. 12-ден бір бөлігі 12-ден бір бөлігін бірінші және екінші бригада бір айда аяқтайды екен. Бірінші және екінші бригада бір айда деп жазып қоямын. Келесі тура солай екінші және үшінші бригаданыкін табамыз. 1-ді бөлеміз 10-ға. Тең 10-нан 1 бөлігі. Жұмыстың 10-нан 1 бөлігін екінші және үшінші бригада аяқтайды екен. Бір айда. Келесі тура солай бірінші және үшінші бригаданыкін табамыз. 1-ді бөлеміз 15-ге. 15-тен 1 бөлігін бірінші және үшінші бригада. Бір айда 15-тен 1 бөлігін аяқтайды екен. Тауып алған бөліктерді бір-біріне қосып 2-ге бөлеміз. Жазып қояйық. 12-ден 1 қосу 10-нан 1 қосу 15-тен 1 бөлу 2. 12, 10, 15-тің ортақ бөлімі бізде 60. 60-ты 12-ге бөлеміз 5, 60-ты 10-ға бөлеміз 6, 60-ты 15-ге бөлеміз 4. Сонда бізде болады 60-тан 15 бөлу 2. 60-тан 15 қысқарады. 4-тен 1 болады. 4-тен 1-ді бөлген кезде кері санға көбейтеміз. Көбейту 2-ден 1 деп жазамын. Сонда жауабы 8-ден 1 болады екен. Яғни бұл тапқанымыз бірінші, екінші, үшінші бригада бір айда үйдің 8-ден 1 бөлігін салады екен. Енді 5-ші амал 1-ді бөлеміз
8-ден 1-ге. Яғни 1-ден 8, бұл жауабы 8. Яғни бірінші, екінші, үшінші бригада бірлесіп, толығымен 8 айда аяқтап салады екен. Бүгін біз сіздермен қарастырған тақырып бірлесіп орындалатын жұмыстарға арналған есептер. Сіздермен болған мен, Тілеуберген Анеля Қайратқызы. Назарларыңызға рахмет.